Бүгін бізде қонақта өз ісінің маманы, ізденпаз тұлға және жауапкершілігі жоғары маман Алматова Сандуғаш Өрекенқызы. Сандуғаш Өрекенқызы кәсіби ортада өзінің еңбекқорлығымен, жаңашыл идеяларға ашықтығымен және стратегиялық ойлау қабілетімен танымал. Салмақты мінезімен парасаттылығы Сандуғаш Өрекенқызының кез келген ортада сыйлы болуына септігін тигізді. Қош келдіңіз. Сізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Қайырлы күн, рахмет. Сандуғаш Өрекенқызы, қысқаша өзіңіздің еңбек жолыңызды айтып өтсеңіз. Мен 1962 жылы 8 наурызда Жангелдин ауданы Торғай селосында дүниеге келдім. Менің отбасым көп балалы, ата-анам қоғамға қызмет еткен. Торғай жерінде көп жылдан осы партия, совет, кәсіподақ қызметкерлерін, ол кезде халықтық бақылау деген комитет болып, сол қызметтерде жұмыс атқарған. Үлкен, былай бір тілмен айтқанда, замандастарының, елдің, жақсылардың қойған аты бар. Менің әкеме Алматылық Өрекенге дала академигі деген. Сол семьяда дүниеге келдім. Анам қарапайым отбасынан, ол кісіде біраз қызмет етті, есеп қызметкері болды, архивариус дейді, сондай қызмет етті. Менің жеке өз отбасымда тәрбиелеп отырған үлкен Алланың берген сый деп қабылдаймын. Нұраділ деген азаматым, ұлым қазір қызмет етті, мемлекеттік қызметкер. Мен өзім сол совет дәуірінде осы институтты бітіргеннен кейін, Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық институт бітіргеннен кейін, ол кезде енді осы распределение дейді ғой, сол мектептерге бөлгенде мен Жангелдин ауданының Қаратөбе орта мектебінде 3 жыл қызмет еттім. Ол қызметті мен өмір мектебінен өттім деп бағалаймын. Содан кейін аудан орталығына шақыртып, Жақан Қосабайұлы деген үлкен елге жанашыр мықты ағамыз, сол мен сразу жаңағы партия, кәсіподақ нұсқаушы болып, одан кәсіподақ үлкен агрокомплекстік кешен деген болады, кәсіподақ, соның орынбасары болып қызмет атқардым. Содан бастап мен осы мұғалімдік қызметті сол жерден тоқтап, содан кейін бірыңғай осы қоғамның берген ұсыныстарыменен, басшылық қызметтермен жұмыс атқара бердім. Көп жыл мәдениет саласында Жангелдин, Жарқайың аудандарында мәдениет бөлімінің басшысы болдым. Қостанай облыстық білім басқармасында маман болып жұмыс істедім. Соңғы осы зейнеткерлікке шығарда Назипа Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжінің директорлық қызметінен сол жерге дейін жұмыс атқарып келдім. Осы менің өмірбаяным. Рахмет. Ендігі Сандуғаш Өрекенқызының жетістіктерін атап өтсек, 2016 жылы Қазақстан Республикасының құрмет грамотасымен марапатталды. 2020 жылы Білім және ғылым министрінің құрмет грамотасы иегері, 2022 жылы Кейкі Батырдың төс белгісімен наградталды. 2023 жылы еңбек ардагері төс белгісімен наградталды. 2025 жылы Ахмет Байтұрсыновтың мерейтойына арналған төс белгісімен наградталды. Ал енді Сандуғаш Өрекенқызы арқалыққа алғаш келген кезіңіз есіңізде ме? Ең алғаш Арқалық қаласына келгенім мен 5-ші сыныпта көрдім. Ол кезде грейдер жол дейміз ғой, Жангелді аудан, Торғайдан осы Амангелді Жангелдінің грейдер жолы. Сонда ол кезде автобус қатынайды. 5-ші сыныпта келгенім мектептерде, онда білім саласында мынау экскурсия деген бар. Қазіргі туризм деген, ол кезде экскурсия дейді. Сол жаңағы 5-ші сыныпта бізді Латвия мемлекетіне апаруға қала Жангелдин ауданынан 20 бала жетекшімізбенен сол кезде біз келдік. Сол кезде маған Арқалыққа келе жатқанда биік таулар, қып-қызыл таулар, ең бірінші көргенім Арқалықта. Сол таулар менің есімде қалды. Ең бірінші менің кәдімгі көз алдында қалған сол таулар. Қазір енді ол таулар қазір жерге құмменен, суменен сіңіп, алшақтап бойын азайтып бар тұр. Ал менің көргенім тау. Сол кезде қала сізді қалай қарсы алып алды? Енді біз ауылдан дейміз ғой, ауыл болғанмен аудан орталығынан келдік қой. Келе жатырмыз ғой енді бір топ, бір машина, бір автобус бала. Сол кезде енді қаланың жаңа айттым ғой сөзімде, таулары деп келген кезінде енді биік үйлер, жаңағы темір жол вокзалы. Біз енді кешке сол темір жол вокзалыменен жүретін болдық. Ол кезде Москваға тура жүреді, Москва арқылы бардық біз жаңағы баратын жерімізге.
сол кезде бізге әрине зәулім үйлер біртүрлі ерекше көрінді. Енді оны кітаптан да неден де көріп жүрдік қой, бірақ дегенмен әсері ерекше болды. Да, мына үлкен қала екен, осы қалада бой жеткенде оқу керек екен. Сол кездерден бастап осы институт бар, жоғарғы білім оқу ордасы, Алтынсарин атындағы. Жақсы екен, осы алыстан іздемей, осы керемет жақсы Торғай облысы деген облыс болды, мықты ашылған, 70-ші жылы ашылған облыс. Биылғы жылы мінекей қаламызға 70 жыл болғалы жатыр ғой. Керемет. Сондықтан ойладым, енді осы қаланың бір жақсы әсем зәулім үйлері солсын көп. Ол кезде енді мынау енді аса көп былай біле бермейміз ғой, онда завод бар ма, фабрика бар ма деп, бірақ естігендеріміз бар. Не қылып, кәдімгідей қала менталитеті, қала мәдениетін мен солай сездім бұл жерден. Соныменен осы Арқалық қаласы маған шынында да сол 5-ші сыныптан көргеннен бастап, бала кезімнен көргеннен жастық шағыма дейін мені осы қала, әлі күнге дейін осы қалада өмір сүріп келе жатырмын. Сондықтан әсері мол, өзгерісі де мол, дамуы да ерекше көз алдымызда. Сондықтан мені жақсы қарсы алды деп ойлаймын. Өзім сондай көңіл күйім жақсы болды бұл қалаға деген. Сол қала маған да жақсылығын сыйлап келе жатыр. Рахмет. Арқалық десе көз алдыңызға қандай бейне елестейді? Арқалықты жалпы бұл енді ғарыш қала дейді ғой. Біз студент кезімізден бастап бұл қаланың ғарыштық космос әлемі деп айтатын. Ол енді барлық тарихтық кітаптарда, оқулықтарда көп жерлерде жазылған, көрсетілген. Сондықтан біздің есімізде қалғаны бұл жерде көптеген біздің космонавтар, ғарышкерлер ұшқан қала. Сол мені біздің мына Тоқтар Аубакиров деген алғашқы біздің қазақ батыры, қазақ ұшқышы, космонавты дейміз ғой. Сол кісіні мына жерде Ковыльный деген ауыл болды. Сол жерге қонғаннан бастап біз сол кісіні қарсы алдық, естідік. Енді қазір есімде жоқ, көптеген жаңағы біздің ғарышкерлер, осы Моисеев дегендер тағы. Енді есімде жоқ, мен оны былай жалған айтпай қояйын, бірақ есімде қалған осы. Сондықтан бұл ғарышкерлердің үлкен бір мекені деп аталды. Сондықтан бұл өңір маған солай елестеді. Өйткені сол кісілер туралы көп енді жылда келіп қонатын. Осы космонавтар жылда келіп қонады, оны естиміз. Сондықтан есейгенде де оны естіп жүрдік, кейбір іс-шараларына қатысып жүрдік. Сондықтан сол жағымен маған әсері болды қаланың көз алдында. Бірақ жаңа айттым ғой, мынау Торғай боксит кен басқармасы деп алғашқында түсінбейтін. Бірақ біз қызмет істеп еңбек араласа бастағанда маған ең бір керемет есімде қалғаны бұл жерде қыш, мынау өндіру, балшықтан өндіру, керамический заттар, мынау кувшиндер толып жатқан, ыдыс аяқтар, осылар енді бір ғажап дүниелер шықты осы жерде. Мен соны алғашқы бір сатып алғандардың бірімін, ескерткішке дейін, әлі күнге дейін біздің үйімізде сол бар. Сол жағынан да бұл сол кезде оны білмейтінбіз, бокситтер не нәрсе деп, соның бәрі оказывается осы тұрған қызыл құмнан жасалып жатқан дүниелер екен. Сол заманда да көрдік, қолымызбен ұстап пайдаланып та келе жатырмыз. Сонысымен де есімде қалды. Күшті. Оның өзіне тән мінезін қалай сипаттар едіңіз? Енді ол былайша ойлап қарасаңыз, әрбір елді мекеннің, әрбір өңірдің өзіне біткен табиғи құбылысы бар. Мысалы, мынау Көкше жақтары өзінің әдемі әсемдігімен, көп ағашменен сұлуланып тұрса, біз енді осы табиғатқа үйрендік. Таза ағаш жоқ демейміз, бірақ біздің табиғат біртүрлі өзінің күнін де беріп тұрады, тұманын да беріп тұрады, жаңбырын да беріп тұрады. Ең бір осы біздің студент кезіміздегі бір қатты біздің осы өзімізге әсер еткен, кедергі жасаған дейін, мынау балшық. Саз балшық, біз жүре алмайтынбыз саз балшықтан. Етік киеміз енді, резиновый етік емес, енді кәдімгі болды бір етіктер. Осы саз балшық, қазір таңға қарап отырсам, осы саз балшық азайып кетті. Бар әрине, мынау көше тастарына бір әдемі брусчаткалар, әдемі асфальттарға бір қандай бір әдемі әсем жасалған болса, сол балшықтарды кейде ойлаймын, сол балшықтар қайда. Біз кәдімгідей енді белшемізден батпағанмен, белімізден батпағанмен кәдімгідей балшықты қала болды. Бірақ дегенмен де мынандай тілмен айтқанда архитектурна құрылымдар өңделіп, мінекей мына мектептер жаңаланып, қаншама әдемі әлеуметтік орындар салынып, малый архитектурный скульптуралар дейді, әп-әдемі дүниелер, тарихи ескерткіштер болғаннан кейін, бәрі өңделгеннен кейін қаламыздың басқа реңі басқаша болды деп ойлаймын. Сондықтан ол да мысалы жақсы
қазір жақсы көрік беріп тұр ғой қаламызға, сондықтан өзінің бір әсемдігімен байқала деп ойлаймын. Ендігі кезекті шағын тарихи жәдігерлер ойынына берсек, мен сізге қазір бір көзіңізді жұмып, Таңдауым керек та. Вот міне, мен сізге берсем. Бердіңіз ба? Мынау значок қой. Бұл сірә бұл өте дұрыс. Комсомол. Ашайын ба көзім? Ашай беріңіз. Комсомолдың значогы. Біз комсомол болдық қой. Комсомол ұйымы деген үлкен ұйым болды. Мынау Владимир Ильич Ленин атындағы комсомол ұйымы. Ол енді жоғарғы ВКСМ дейміз. Бүкіл одақтық комсомол ұйымы болды. Сол ұйымның мен мүшесі болдым. Онда мектепте комсомол ұйымының жазылған шығар, за активную работу дейді. Жақсы жұмыс еткен үшін біздер мектепте мен комсомол ұйымының мүшесі болдым. Ол кезде комсомол ұйымы деген әр мектепте жаңағы болады 8, 9, 7 қабылдайды. Бұған арнайы комсомол ұйымына ол жай ғана таға салмайды. Бұл ұйымға ену үшін сен жақсы оқуың керек. Білім жағынан оқуда озат болып, тәртібің, тәрбиең бәрі жақсы болу керек. Сондықтан сол ұйымға қабылдайды. Бұл үшін біз дайындаламыз. Бұның өзінің жеке жарғысы болды. Устав дейміз ғой. Комсомол ұйымы сол жарғыдан бізге сұрақ қояды. Сол сұрақтан кәдімгі арнайы комиссия жаңағы не істеп сұрақ қойып бізді сол комсомол ұйымына қабылдайды. Соған мүше боламыз. Сосын мынау значокты за активную работу сіздің жақсы белсенділігіңіз үшін деген значокты жақсы оқуыңыз үшін, озат оқуыңыз үшін табыстады. Және мойнымызда қызыл галстук. Ол галстукты кәдімгі жаңағы комиссиядан өткеннен кейін сіз бүкілодақтық комсомол ұйымының қатарына қабылдандыңыз деп галстукпенен жоғарғы класс сынып оқушылары біздің мойнымызға қызыл галстук тағады. Соны біз үлкен кәдімгідей абыроймен атқарып жүруіміз керек. Ол галстук, қызыл галстук, оны өтектеп, ол қыртыстанбау керек, оның барлық жаңағы тағылуы, галстуктың байлануы жөнделеді. Бұл енді өте менің де өміріме бұл комсомол ұйымының, осы комсомол значогының көп әсері болды. Адамға рух береді, адамды көтереді, жігер береді, өзіңнің өсуіңе, патриоттық болуыңа сол кезде бір үлкен сондай бір жақсы әсері болды. Ол кезде мынау комсомол ұйымында көп іс-шаралар өтетін. Мынау костер дейміз. Кәдімгі костерға біз әрбір мектеп, класс дайындалып, біздің Торғайда партизан сайы деген сай бар. Сол сайға барып кәдімгідей осындай әскери ойындар ойнаймыз. Осындай мінекей жаңа сіздердің маған бергендей тапқыштар ойыны деген сияқты әртүрлі ойындарды ойнап, бұл әрине менің өмірімде, менің кәдімгі осы өсуіме де, осындай бүгінгі күнге дейін келуіме де, менің жаңа айттым ғой сөзімнің басында, кәсіподақ, комсомол, пионер деген ұйым. Пионерден бастап комсомол ұйымының мүшесі болып, партия мүшесі болып, қызыл билетті де алғанмын мен. Осы Лениннің қызыл билетін 25-ші съездің бүкіл жаңағы сұрақтарын жаттап өсіп, солай қабылдаған бізден. Содан кейін барып қызыл билетті мен бүгін алып келген соны ұмытып кетіппін, жалпы қызыл билетті, коммунистік партияның қызыл билеті. Мынау комсомол деген мен үшін бір үлкен өмірімде болған үлкен тарихи белес болды, менің өміріме де бұл кісінің қатысы болды. Неке көрдіңіз ғой, костердің қызыл алау менен осындай 5 жұлдыз значокты тағатынбыз. Әдемі ойластырғансыздар. Күшті. Енді келесі затты тауып көрсеңіз. Бісміллә. Қоңырау. Сіз қоңырау соқтыңыз ба? Қалай, нені есіңізге түсіреді бұл зат? Қоңырауды мен 1 сентябрьде ондай линейка жасап, жиын жасап не істегенде онда қоңырау соққан жоқпын. Бірақ біз бұл қоңыраудың дыбысын осы қоңырау мінекей, бізге де осы қоңырауды соққан. Мен бір айтып кетейін, мен өте бір өмірімде бір нәрсеге өзім сондай риза боламын. Мен 1 классқа барғанда жаңағы мана айттым сөзімнің басында, ауылда Қаратөбе орта мектебін дегенде мектепке барып, ол кезде жаңағы әкем Орекең, сол кезде партиямның хатшысына не қылды да, мен 1 сынып сол жақта оқыдым. Содан кейін айтайын дегенім 2 сыныптан келгенде Абырай Алтынсарин орта мектебі деген Торғай селосындағы орта мектепте сабағым жалғастырдым. Сонда біз Алтынсарин мектебінің алғашқы фундаменті қаланған, қазіргі егер білет шығарсыздар, қазір енді мектеп балаларын апарады, мына Жангелді ауданында Торғай орталығында Абырай Алтынсарин музей деген музей бар. Сол музейдің
ескі мектептің орнына салынды. Сол мектепте мен 2-ші классты сонда оқыдым. Сонда бізге осындай қоңырауменен содан басталған. Сол мектептен айтайын деген Ыбырай Алтынсарин мектебінен бастап, сол Алтынсариннің кірпіші қаланған мектептен бастадым. Содан кейін Ыбырай Алтынсарин мектебін 10 жылдығын аяқтадым. Ыбырай Алтынсарин мектеп атындағы институтты аяқтадым. Көрдіңіз бе? Балалық шағымнан жастық шағыма дейін осы білім. Өте қоңыраудың үні сыңғырласын. Тағы ма? Енді бір соңғы зат аламыз. Міне. Бұл ескі сом шығар, тиын. Аха. Көзіңізді ашып қарай берсеңіз болады. Тиындар. Бұл тиын енді, бұл тиындарды біз пайдаландық. Енді мен айттым ғой, 62-ші жылы тудым ғой. Мен бұл тиындарменен біз кәдімгідей біраз жыл студент кезімізде де, балалық шағымызда да, барлық кезінде де бұл тиындардың енді орны ерекше енді. Бұл құнды да бұлар. Сом дедік біз енді бұл. 10 сом 5 тиын, 15 тиын, 50 тиын деп. Қазір теңге дедік қой енді 91-ші жылы ауысқаннан кейін. Ал бірақ бұлардың құндылығы мықты да. Бір ғана әңгіме айтайын. Әңгіме болғанда не? Сондай бір өзімнің өмірімдегі тағы да. Жаңағы мектепте жұмыс істеп жүргенде, Қаратау орта мектебінде жұмыс істеп жүргенде, ол кезде жаңағы мұғалімдерді, білім саласы мұғалімдерді шетелге жолдама беріп, жаңағы қыдыртуға жібереді, путевка дейміз ғой. Содан жаңағы мен бірінші демалысқа шықтым, отпускіге, мұғалімдік отпускіге. Ақша деген көп екен. Мен білмеймін, үйге келдім, бізге осылай аудандық білім бөлімінен айтты. Мектеп директоры Алматова, сосын тағы бір әскери маман, тағы осы Жангелді ауданынан 5-6 мұғалімнің тізіміне ендіңіз, Болгария деген мемлекетке сіздерге жолдама береміз деп. Соны үйге келіп айттым әкеме, папа осылай бізге жолдама беріп жатыр, Болгарияға барасыңдар деп жатыр. Мен отпускыға шықтым деп, 500 сом көп ақша екен. Содан жаңағы 500 сомның құндылығын айтайын сізге. Сол 500 соммен мен Болгарияға барып келдім ғой. Сонда жаңағы жолдамама да жетті, тамағыма да жетті, 15 күндік қыдыруымызға да жетті, киім кешек алуыма да жетті, анау бауырларыма киім кешек алуға да бәріне де жетті. Сонда құндылығын айтыңыз. Сонда осы 500 сомды ең алғашқы еңбек жолын папам айтты. Өйткені ол партия қызметкері, балам, ең алғашқы өзіңнің еңбек жолындағы маңдай термен тапқан еңбегің, соныменен өзің Болгарияға барып жаңағы демалып қайт әріптестеріңмен деп, сонда осының құнын білдік. Екінші бұның менің өмірімде кездескені, осыменен сонымен қоштасқанымыз, осы Торғай облысы кезінде мен мынау неде жұмыс істедім. Білім бөлімінде, білім емес, оқытушылар, мұғалімдердің білімін жетілдіру институты деген болды, институт совершенств учителей. Сол кезде жұмыс істегенде осы сомды теңгеге аударар кезде қолымызда көп ақша болды. Бізді сразу очередьке тұрғызып мекемеде осыны теңгеге аударасыздар деп, сонда 220 мың теңге, 20 мың сом 200 теңгелікпен осындай көппер болатын. А қазір бұлай болып тұрады ғой. Сондықтан бұл енді көп пайдаландық енді. Құндылығын да көрдік, сапалығын да көрдік, байлығын да көрдік, барлығын да көрдік. Бұл да құнды зат тарихта. Керемет. Көп рахмет. Енді қаланың дамуына, мәдениеті мен біліміне үлес қосқан аяулы аналар мен қыз келіншектер туралы не айтар едіңіз? Өте орынды сұрақ. Мен жалпы өзімнің еңбек жолымда жақсы адамдарға қызығып, жақсы адамдардың сөйлеуін үйреніп, жақсы адамдардың киген киіміне, мәдениеттілігіне, білімділігіне таңғалып, тамсанып жүретін, әдемілікті жақсы көретін жанның бірімін. Жаңағы айтып отырған, мен мектепте жүргенде менің класс жетекшім 10-шы сыныпта Станислава Александровна Шигельская деген кісі болды. Жаңағы бізді 5-ші сыныпта Ригаға апарғанның өзі, сол кісінің арқасында Вильнюс, Каунас деген қалаларға сол кісі апарған жетекшілік етіп. Мен сол кісіні өзім пір тұтамын. Ол кісі енді кеп біз осы Торғай облысының білім бөлімінде жұмыс істегенде, білім басқармасында, ол кісі Торғай облысы білім басқармасының орынбасары болып қызмет істеді. Бүгінгі күнге дейін мен ол кісімен байланысым үзген жоқпын. Ұстазым, ол кісі қазір зейнеткер, Қостанай облысында еңбек ардагері, Станислав Александрович Шигельская деген қызмет. Екінші бір осы мәдениет саласында жұмыс жасаған кезімде, қазір ол кісі өмірден өтіп кетті, Нұрикамал Сечанова деген апамыз.
өте керемет жан еді. Мен Торғай мәдениетінде де жұмыс жасаған кезінде де осы жақтың тумасы, өзі Торғай, мынау Жарқайың ауданы, ол кезде Державин ауданы дейді. Державин қаласының Баранкөл деген ауылда туып өскен. Сол апамнан көп нәрсе үйрендім. Ол кісі марқұм болып кетті, иманды болсын, жатқан жер жәннатта болсын. Екінші, мінекей осы Торғай облысында қазір өзімнің ұстазым болып жүр, қазір қызмет етеді Брайловцар институтында, Зинаида Шакировна Қолдасбаева, профессор. Бүгінгі таңда осы университет, қазіргі тілмен айтқанда, осында жұмыс жасайды. Міне ол кісілердің білімі, мәдениеттілігі, ізденісі, ой идеяларының жоғарғы болғаны. Тағы бір кісіні тұлға қылдым, Рима Габдуллина Гайсенова, мәдениет бөлімінде жұмыс жасаған. Мана кәсіподақта жұмыс жасадым дедім ғой. Сол кәсіподақта Жангелдин ауданы кәсіподақта жұмыс жасағанда Балбөпе Ғалымжанова Ертаева деген кісі. Ол кісіден көп нәрсе үйрендім. Әлі де ол кісілермен байланысым дүзген жоқпын. Мерекелерде құттықтасып тұрамыз, сөйлесіп тұрамыз, үйімізге барып жаңағы шай-пайымызды ішіп тұрамыз. Ол кісі де Қостанайда тұрады, қазір ол кісі Торғай облысының осы кәсіподақ одағын басқарған. Қостанай облысын басқарды, Ертаева Балбөпе Ғалымжанова осы Торғай облысында жұмыс жасады. Сондықтан осындай апаларымды, Ырысты Халесовна Сариева деген тәтеміз болды, осы бір жеті болды, өмірден өтті. Ол кісі Торғай облысының идеологиясын басқарды. Ол кісімен де мінекей керемет жаңағы жұмыс істеді. Енді өз қатарластарымның ішінде, өз замандастарымның ішінде өте бір керемет, жаны таза, білімге де, өмірге құштарлығы мықты өзімнің замандасым, құрбым, бірақ тәте дедік, Шарипа Шіменбайқызы Альшорина деген өмірден өтіп кетті. Ерте кетті өмірден. Ол кісінің енді өмірге көзқарасы мықты еді. Өлең жаттау, әңгіме айту, тарихты меңгеру деген. Осындай апалармен, ағалармен жақсы сыйласып. Ал бүгінгі таңда қазір Бақытжамал Аяғанова апамыз осында қазіргі асыл аналардың жетекшісі, Қазақстан Ассамблеясы асыл аналар ұйымының жетекшісі, қазір осында қызмет жасайды, көп жылдан бері ұстаздық қызмет атқарған. Сол апаларымызбенен Жангелдин ауданында партияда қызмет етіп жүргенде Мәрияш Саржақова, Жайлаубайқызы деген қазір зейнеткер Астанада тұр. Сол кісілерменен жалпы апаларды, аналарменен байланысым дүзген жоқпын. Осы күнге дейін араласамын, сыйласамыз, қызмет етіп жүрген жандардың бәрімен де қолымнан келгенше кішілігімді жасап, кісілігімді жасап, қарапайымдылықпен араласқанды жақсы көремін. Рахмет. Осы қаланың іргесін қалап, гүлденуіне еңбек сіңірген жан ретінде кейінгі ұрпаққа қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Және қаланың 70 жылдығына орай жүрек жады тілегіңізді білдірсеңіз. Бұл сұрақ. Менің айтарым, Арқалық қаласының тарихы өте көлемді, биылғы жылдар ерекше болып отыр түсінген жаққа. Сондықтан Арқалық қаласының дамуына үлес қосу үшін мен ойлаймын, әрбір жас өзін жақсы көре білу керек. Қаланы сүйе білу керек. Жан-жағына қарап, дамып келе жатқанына қуанып рахаттану керек. Осыны мінекей жасаған ағаларымыз, осыны жасаған апаларымыз осы құндылықты сақтай білейікші деген ой болса, әрбір азамат пен азаматшада, мен ойлаймын, қаламыздың гүлденуіне сол қосқан үлес еді. Қаншама дүниелер жасалып жатыр. Жаңарып жатыр, жақсарып жатыр, дамып жатыр. Соларға бір тәртіппен қарап, әдемі мәдениеттілікпен қарап, солардың жақсарып тұрғанына қуана қараса, менің тілегім осы еді, бұдан да жақсы дамиды. Адам тілекші болу керек, қай нәрсеге тілекші болу керек. Жаспын демеу керек, үлкенмін демеу керек, тілекші болып, ішіп отырған суымызға, жеп отырған тамағымызға, басып жүрген жерімізге, жұтып отырған ауамызды бағалай білсек, ең құндылығы сол. Тарих та сол, даналық та сол, соны мен ойлаймын, жақсы көзқараспенен, білімді көзқараспенен қараса, біздің қаламызда дамитын, әлі де өсер жолымыз ашық болар еді. Екінші, енді қаламыздың 70 жылдығына айтамын. Жалпы әрбір тұрғын, қаланың тұрғыны 70 жылдан қалай келгенін сезінсе деген керек. 70 жыл ол 7 түрлі тәтті зат емес, 70 жыл аяқ басқан, 70 мыңдаған, 700 мыңдаған адамның еңбегі, маңдай тері, құрылыста жасағаны, білімде жасағаны, өнерде жасағаны, тарихқа жасағаны. Сондықтан сол 70 жылдық құндылықты, 70 жылғы заманды халық әлі де соны бағалап, әрмен қаратай соның дамуына өзінің шынайы жүрегіменен
қабылдаса, қаламыз көркейсін деген тілек айтқым келеді. Сіздер сияқты өсіп келе жатқан ұрпақтың әлі де көрер, жетер, шыңы биік болсын. Мектептеріміз, білім ордалары, басқа да әлеуметтік орындар, нысандар кең түрлі қазіргі заманауи талапқа өссе, қаламыздың жастары аман болсын, үлкендері бата қойып, ата-аналарымыз үйде отырып тілегін берсе, осы қаламыздың 70 жылдығын ертеңгі келетін қонақтарымызбен, осы жерде қызмет жасап отырған жастарымыз бар, үлкеніміз бар, бәріміз қызмет жасап, сол кісілерге аман есен әрмен қаратай қызмет ете берейік деген, қаламыз құтқара берсін, қаламыз туралы ән деймесін, қаламыз туралы жақсы өлеңдер шықсын, қаламызды атағын өсіретін жастарымыз көп болсын. Бүгінгі сұхбат үшін сізге көп рахмет. Енді сізге кішігірім бір сый сыйлығыңыз бар. Ой, рахмет. Біріншіден сіздерге де көп рахмет. Ана мектепке шақырып, осындай үлкен қонақ қылып, 70 жылдық керемет жақсы бір әнді. Енді өзімнің шамам келгенше шағына шарқымша білетіндерімді айттым. Артық кетіп жатсам айып етпеңіздер. Осы қаламыз үшін еңбек ете берейік. Көп рахмет. Бақытты болыңыз.